сабағымыздың тақырыбын біз әлі білмейміз, оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашып алу үшін есептік сан сөз әдісімен тақырыпты ашамыз. Мен сіздерге 3 парақ беремін. Осы парақтың ішінен кіші саннан үлкен санға өту арқылы тақырыбымызды ашып аламыз. Астына жазамыз. Топпен жұмыс жасаймыз, балалар. Барлығымыз топтасып қандай тақырып екенін. Үш тақырып шығу керек. Сосын үштен кейін қандай? Алты. Демек, біздің бүгінгі тақырыбымыз тоқыма машайка техникасымен жасалған тігін бұйымдарының дизайны. Демек, құрақ, петчворк және квилт екен, иә? Мына жерде әр фигура берілген, иә? Әр фигурада адамның бір бойындағы қасиеті, қабілетін білдіреді екен. Өздеріне ұнайтын фигураны маған қарай көрсетеміз. Қазір өзімізге ұнайтын бір фигураны аламыз. Таңдадыңдар ма, балалар? Бір-бірден аламыз. Енді қараймыз. Квадрат, тік төртбұрыш алғандар. Сендерде төзімділік, шыдамдылық, еңбекқорлық дамыған дейді. Өз айналаңа адамдарды жинап, ұйымдастыру, реттеу және жүйелеу қабілетін басшылық екен, иә? Деп үшбұрышты алған оқушылар. Саған басқарушылық қасиеті тән, өз көздеген мақсатына қол жеткізе аласың дейді. Өзіңе сенімдісің және жетістіктерге ұстаға оңай қол жетесің дейді. Зигзаг. Зигзаг таңдадыңдар ма, балалар? Сендерде әсемдікті көре білудің қабілеті жоғары дейді. Сондай-ақ шығармашылық қабілеттің ой-өрісің дамыған. Енді төртінші шеңбер таңдаған оқушылар. Сендерде адамгершілік жоғары дамыған. Енді қолдарымыздағы қоя қойып, ортаға жайлап келіп, топқа бөлу арқылы жұмыс жасаймыз, иә? Өздеріңе ұнаған суретті аламыз. Сол арқылы топқа бөлінеміз. Қандай бір суреті бар оқушылар, бір топқа қалғанымыз бір топқа үш топқа аламыз, иә? Бірінші топ қандай сурет алды? Құрақ көпшік екен, иә? Демек, сендер қазақтың ұлттық көпшік екен бұл, иә? Демек, бұл құрақ деп аталады. Біздің тақырыбымызда құрақ, петчворк және квилт деп тұр, иә? Ал сендер қандай? Ол квилт екен, иә? Сендердің алған суреттерім. Үшінші оқушылар демек петчворк. Енді бүгінгі тақырыпты біз көбінесе практикалық жұмыспен байланыстырамыз, иә? Сондықтан мен сендерге қазір құрақтан мозаика құрау түрін беремін. Талаппен бастап талғамен аяқта деген тапсырма екен, иә? Осы тапсырмада бұл мозаика түрінде, иә? Қазір баста дегенде бастайсыңдар, иә, балалар? Орталарынан алып тастай қойыңдар. Бірге топпен бірге жұмыс жасаймыз. Мына жерде түс егісімділігі деген бар, иә? Ол сендерге дайын. Әлің естеді ғой, апай бастамайды. Болғандарында видеоға қарай қойып, құрақтарды қалай жасап жатқанын көрсетіп жатыр, видеода. Қалай кесу керек? Бірінші топтан бастап көрсетейік, қандай құрақ жасадық? Бір оқушылар айта қояйық. Қандай бұл қандай топ? Қайшы. Неліктен қайшы деп ойлайсыңдар? Өйткені өзінің қайшыға ұқсайды. Бұл біздің қазақтың ұлттық құрағының бір түрі екен, иә, қайшы деген. Мына топтан кім айтады екен, оқушылар? Тұрып айта қойып. Қандай құрақ деп ойлайсыңдар? Бұл бізде диірмен құрағы. Өте дұрыс. Бұл да біздің қазақтың ұлттық құрағының бір түрі екен, иә? Өте керемет. Құрақтың аты петчворк. Бұны көбінесе біз қазақтарда көп қолданбайды екен, бұны петчворк дейді, иә? Бұны америкалық
үлгіде құралған құрақтың бір түрі екен, иә? Рахмет, балалар, 3 шапалақ өзіңізге 3 шапалақ. Жақсы, рахмет. Енді келесі тағы да бір ойынның түрі тұтынушының сынағы дизайн талдауы деп аталады. Бұл кезде не істейміз біз, балалар? Дайын шаблон берем сіздерге. Сол шаблонды мына жерде тұрған түс үйлесімділігі бойынша әдемілеп шығарамыз, иә? Түс үйлесімділігі болу керек. Мысалға, түстердің әртүрлі болып түспеу керек. Негізі бізде қандай түстер болады? 4 түс бар, иә? Қызыл, сары, көк, иә? Бұл ең негізгі түстер екен, иә? Осы түстерді пайдалану арқылы, бір-бірімен үйлестіру арқылы біз құрақты дайындап шығамыз. Мынаны бояймыз, иә? Өздерің бояйсыңдар, қандай түспен бояйсыңдар, шешіп аламыз бірінші, содан кейін бояймыз. Қандай құрақ қылады? Бұл қандай құрақты ойлайсыңдар? Бұл ұлттық құрамымыздың түрі. Негізгі бұл құрақ тюльпан деп аталады, иә? Тюльпан деген құрақ екен. Бұл ақтөбеміз мүлге байланысты. Өте дұрыс. 3 шапалақ. Енді екінші топ. Сендерде қызыл тюльпан шығарған екен, иә? Өте әдемі тюльпан шықты. Сіздерге де 3 шапалақ. Енді үшінші топ. Бұл да біздің негізі печіміз. Сендердің тақыстарына байланысты, иә? Құрақтың бір түрі. Қандай түстермен боядыңдар? Негізгі түстермен боядыңдар ма? Жасыл, қызыл, көк. Я өте дұрыс. 3 шапалақ береміз барлығын бір-бірімізге. Енді бүгінгі сабақты құрақ туралы түсіндік пе балалар? Құрақ деген не екен ол? Құрақ деген маталардың қиындықтарынан жасалған зат. Біздің қазақ халқында оны құрақ десе, басқа елдерде оны әртүрлі айтады. Мысалға, Қытайлар, Корейлерде не дейскен оны? Сашико дейскен, ал жапондықтарда енді мысалы американдықтар оны не дейскен? Ал орыстарда квик деп айтады. Бізде көбінесе құрақ қай ғасырда дамыған? Құрақ бізде 19-20 ғасырда дамыған. Енді балалар, осы сабағымыздың қалай өткенін, сабақты толық түсіндік па отырайық. Соны білу үшін сендерде міне бағдаршам деген біздің әдісіміз бар, иә? Бұл бағдаршамда қызыл, сары және жасыл түс болады екен. Осы мысалға қызыл түсті, егер сендер сабақты мүлдем түсінбесеңдер, қызыл түсті көрсетеміз. Егер күмәнім бар десеңдер, сары түсті, сұрақтарым бар, түсіндім деген болсаңдар, жасыл түсті көрсетеміз, иә? Маған қарай көрсете қоямыз балалар. Бұл бағдаршам әдісі арқылы балалар сіздердің сабақты толық түсінбегендерді мен біліп отырамын, иә?
Демек, барлығымыз сабақты түсіндік деген сөз, иә? Рахмет, балалар. Енді осы сабақта қандай әсер алдыңдар, иә? Сабақты ұнады ма, ұнаған жоқ па? Соны ана алма секілді стикерлерге жазамыз, әртүрлі түсінен алып, және сонымен қатар біздің мәңгілік ел рухани жаңғыру деп жатырмыз, иә, біздер көбінесе. Сол мәңгілік елді рухани жаңғырудың арқасында біз мына рухани жаңғыруымызға жазылған стикерлерімізді жазу арқылы кері байланыс береміз, балалар. Өз тілектерімізді жазамыз, ұнаған, ұнамаған жерлер, иә? Кері байланыс береміз. Астына аттарын жазып қоюға болады, иә? Барлығымыз жазып болсақ, енді тілектерімізді мына рухани жаңғыруға барып тілейік. Көмектеседі, балалар. Қанатына ілеміз, қанатына. Балалар, бүгінгі құрақ, петшер, квет деген тақырыбымыз осымен аяқталды. Еге тапсырма жазып аламыз, иә? Еге осы құрақты құрайтын маталы білеміз, иә? Қыбы маталы болсын, жаңағы сатин маталы болсын, иә? Өзімізге ұнайтын төрт түсті, бір-біріне әдемі келетін төрт түсті таңдап аламыз. Және ескезін дәптерге сызбай келеміз. Мынандай шаблон сияқты қылып сызбай келеміз. Соны келесі сабақта орындаймыз, иә? Барлықтарыңызға рахмет. Сабағымызды аяқтаймыз. Үш шапалақтаймыз, иә?